Қайырлы күн, қыздар, біз бүгін бауырсақ жасаймыз. Ыдысымызға 200 мг сүтімізді құямыз. Жарты шай қасық аштығымызды және 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді 100 мг су, кішкене тұз, иіссіз тұшталған майдан 4 шай қасық май құямыз. Дайын болған қоспамыздың үстінен қалауыңызша ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды көтерілгенше 2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырды жайып, өзіңіздің қалауыңызша кесіп, қысып тұрған қазандағы майға 2 бетін қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің бүгінгі жасаған бауырсақтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.